Қалайсыздар жандарым, қайырлы кеш, амансыздар ма? Туған күнге барып қайттық, жоғары деңгейде өтті, әдемі болды, чотка болды. Көп адамдар қуанып жазған екен, татуластыңдар деп, махаббат жеңді деп те жазған екен. Бірақ ақиқатын айтайын, бір адамдар қуанып қалған екен, может қуанатын адам бар, может қуанбайтын адам бар деген сияқты ғой. Сұрасаңыздар айтайын десең. Туған күнге барып қайттық, шақырған жерден қалма дейді, шақырмаған жерге барма дейді. Құрметті қонақтардың қатарына қосып шақырғаннан кейін баруды жөн санадым, гүлімді алдым, бардым, құттықтадым. Көп жерде махаббат жеңді деп жазып тастаған екен, асыра сілтеп айтпай қойсаңыздар болады. Бізде сыйластық жақсы деңгейде, біз бір-бірімізге жау емеспіз, враг емеспіз. Сондықтан сондай бір қуанышында мені сол қонақтарының ортасында көргісі келгені бар екен. Сондықтан бәрі бұрынғыдай татуласқан жоқпыз. Өзінің бір историясында да бывшилар, қыздар бывшиларың менікіндей болсын, сержант бренд деп жазып кеткен екен. Сол бывший деген сөзіне назар аударып кетсеңіздер болады. Сондықтан біз тек қана сыйластық үстіндеміз. Достар, мен тұрдым. Тамақ іштік, одан кейін мен үй жағымда қазір Майами бар екен, аквапарк. Осы Майамиде мүлдем келіп көрмеппін негізі. Осы жерге енді ертең мамалар кететін болғаннан кейін осы жерді көрсетуге алып келдім. Қазір берсе жонатын боламыз. Бірақ ішінде не бар, қалай екенін мен өзім де білмеймін. Қазір сіздермен бірге көретін боламыз. Қардан шығып адам болып жатырмын. Еще бар ғой, грипп па бір бәлем, одан бетер қатты болып кетіпше, саңнан бері дауысым шықпай жатыр. Не айтайын деп едім? Болдық мында. Мен ғана Новый год болып тұрмын. Біз сыйғаның етін қазақпыз қалқам, ренжімеңдер. Бірақ мен ойлаймын, бір ондай бір отличаться етіп тұрған жоқ. Аппақ сияқты. Солай. Былай, жарасып тұрма. Егерде 4 бала туып, атыңды ұмытып қалсаң, осы жаққа келіп отырасың деп, Ақжарқын специально Альмира деп жазғызып қойып мына жаққа десең. Назымға 2 бала туып, атыңды ұмытып қалсаң деп жазғыз деп бәріне деп жазғызсың әдісі. Ас болсын, ұл бастай берек айналайындар. Жора келем дегенше. Аязата күткендей болып отыр. Мында Толқын, кстати, Толқынды көрмегендеріңізге қанша жыл болды? Білмеймін, 5 жыл болған шығар, наверное. Я 5 жылдан асып кетті даже. Жоқ, мені. Екеміз көріспегенімізге. Я где-то сондай болып қалды. Точно 5 жыл болып қалды, я. Біз мына жақта Каспий Голдқа жіберген қыздар ақшамызды. Қанша күн бойы мазамыз алған қыз осы. Ақша жібер деп. Иә, қараңыздар, бақы бәрімізді жемін киініп алып. Сонымен Толқынмен бүгін көрісіп жатырмыз. Толқын отырады, мұнда еще Наргиза отырады. Наргиза атыңды ұмытып қалмаса. Иә, бірге отырайық деп. Сол ғой. Қараңыздар, бәрі аппақ. Кейбіреулер аппақ дегенді бежевый деп түсінген ба, или кішкене или біздің ақ басқа ма, бұлардың кішкене басқаша ма? Ертерек бастап кеткен ғой просто. Мен просто сразу жаңа жыл тойлап кете берейін деп тұрмын. Жаңа жылдан может баламен шығамайын ба? Құдай тапқаныма рахмет айтсаңдаршы, осындай ақ киімді басқа тапқан. Вот так празднично нужно. Біз сияқты әйтеуір үйде Барын дейсің. Мән аппаққа елес құсап жүргеніміз қызық. Әйтеуір настроение күшті. Бәрін көріп көзайым болып, әсіресе Толқынды көріп көзайым болып жатырмыз. Мында Томи жүр. Құдай-ай, бұлар толдым десе жыным ұстайды ғой. Толып кеттім деп айтпаңдаршы деймін ғой мен. Сонымен кеп қалдық. Қазір Жора келеді. Какие люди мына жақта. Жоқ, сен тұра тұршы мына жақта. Көптен бері көрмеген. Толқын деген, қандай Толқын деймін ғой. Толқын деген бар ма еді деп ба. Ей, сен сонша сторисінде аралап жүріп, көйлектен көйлек іздеп жүріп, не юбка киіп алғансың? Өл таппадым көйлек. Сен көйлек алғаннан кейін мен де жылтырап киіп алдым ғой бірге. Киіп болғаннан кейін сатчасың ба деп. Бұрынғыдан да красотка болып Айба. Да? Тосадан шығып кеттім ғой. Солшымен түсірмеңдер десе. Ей жаным, аумин. Құдайға шүкір. Қазақпыз ғой, ішінде не бар екен дейтін шақты парфюмді көрсетші қараңыздар. Жора. Қандай?
Жора маған не беріпті? Либре. О, неге? Оны да маған келеді, саған келеді дейтін бар ма не? Либрені көбіне тяжелый. Мне нашар ма сонда иісі? Люкстар жоқ, Маған патина неге? келді. Аха. Назгума. Айтпақшы бір момент Назгумамен проводта дем алғанда менің болашақ жарыммен сол кезде Аллаға шүкір, міне ол күнге де жеттік, сол айтамын ғой енді. Қызылорда еліне келін болып бара жатырсың, ол написано говорит, ол жаққа Но я вообще ақжарқынды Жори уверена вообще на 100%, ол тіл табыса алмайтын адам жоқ бұл әлемде. Аумин. Басқа айтарым жоқ десе. Оны да қосу керек. Аумин, 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 аумин. Рахмет.